Сәлем балалар! Бүгін біз пайдалы және зиянды тағамдар туралы қызықты сабақ өткіземіз. Мұқият тыңдаңдар. Чипсы зиянды, өйткені ол майға қатты қуырылған. Ішіндегі қоспалар асқазанға зиян. Бургер зиянды, өйткені ішінде май мен тұз көп, ал ол денсаулыққа жақсы емес. Хот-дог зиянды, өйткені колбасада май мен химиялық қоспалар көп, олар денсаулыққа зиян. Пицца фастфуд, көп ірімшік пен шұжық асқазанға ауыр болады. Тез тоясың, бірақ ұзаққа жетпейді. Фри зиянды, өйткені онда май мен тұз өте көп, майға қуырылады. Олар денсаулыққа зиян. KFC'ді барлығымыз жақсы көреміз, бірақ бұл да зиян. Себебі ол майға көп қуырылады, денсаулыққа зиян. Донор зиянды, өйткені ішінде майлы ет, майонез, кетчуп көп болады. Ол денсаулыққа қауіпті. Қуырылған тауық еті зиян, себебі ол майға қатты қуырылады, холестеринді көтереді, жүрек пен асқазанға зиян. Суши бәріне ұнайды, бірақ ол да зиянды болуы мүмкін, себебі шикі балықтың ішінде зиянды микробтар болуы мүмкін. Газды сусындар зиянды, өйткені оларда қант өте көп, тістерді бұзады. Түрлі түсті тәтті сусындарда химиялық қоспалар көп, олар денсаулыққа зиян. Үйден компот жасап ішкен дұрыс. Энергетикалық сусындар мүлде зиян, себебі ол жүрекке ауырлық түсіреді. Кәмпиттер мен сағыз дәмді көрінеді, бірақ оларда көп қант пен бояғыш бар. Оларды дүкеннен алмаған дұрыс. Балалар, қараңдаршы, мынадай тәттілер бар. Торт, балмұздақ, шоколад, кекс. Бұлар да зиян. Оларды күнде жеуге болмайды. Балалар, тез дайындалатын лапша мен доширак дәмді көрінгенімен өте зиянды. Себебі ішінде жасанды қоспалар болады. Шоколадтар, сникерс, твикс сияқты тәттілерде қант шамадан тыс. Көп жесек семіздікке де, шаршағыштыққа да келеді. Балалар, бүгін біз фастфуд пен тәттілердің зияны туралы білдік. Олар дәмді болғанымен денсаулыққа пайдалы емес. Сондықтан әрқашан жеміс-жидек пен көкөніс пайдалы тағамдар жейік. Деніміз сау болып, көңіліміз шат болады. Балалар, бұлар сүт тағамдары. Сүт, айран, ірімшік, құрт бәрі де денсаулыққа пайдалы. Балалар, мынау жемістер, олар өте пайдалы. Алма, алмұрт, жүзін, апельсин. Балалар, бұлар көкөністер. Сәбіз, қияр, қызанақ, орамжапырақ барлығы денсаулыққа пайдалы. Балалар, ет тағамдары да пайдалы. Сиыр еті, қой еті, тауық еті мен балық біздің денемізге күш-қуат береді. Балалар, дәнді дақылдар да пайдалы тағамдар. Нан, тары, күріш, жүгері біздің денемізге энергия береді. Балалар, теңіз өнімдері өте пайдалы. Балық пен теңіз тағамдарында дәрумендер мен омега-3 бар. Бал табиғи тәтті тағам. Ол суық тигенде көмектеседі, бірақ көп жеуге болмайды. Иммунитетті көтереді. Сәлеметсіз бе ағай? Айтыңызшы, неге сіздің денсаулығыңызда артық салмақ пайда болды? Мен фастфуд пен тәтті сусындарды көп ішіп қойдым. Спортмен айналыспадым. Сол үшін семіздікке ұшырадым. Аға, енді фастфуд және газды сусындар, энергетиктерді ішуді тоқтатыңыз, спортпен айналысыңыз. Әже, ұзақ өмір сүру үшін спорт пен пайдалы тағамның маңызы қандай? Өмір сүру үшін спортпен шұғылданып, пайдалы тағамдар жеу керек. Көкөніс, жеміс, сүт тағамдар денсаулықтың кілті. Балалар, әрқашан пайдалы тағамдар жейік. Жемістер мен көкөністер, сүт пен жаңғақ біздің денсаулығымызға пайдалы. Балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Ұмытпаңдар, арнаға жазылып, лайк басыңдар. Келесі кездескенше сау болыңдар.